Мен Алдабергенова Замира Арғынғазықызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Шоғымоң ауылы атындағы нөмір 5-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог шебер. Менің әкелген тақырыбым мен құраған әдістер. Қазақ халқының көрнекті ғалымы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов жақсы дерлікте, жаман дерлікте бір әдіс жоқ. Олақтылық белгісі бір ғана әдісті білу, шеберліктің белгісі түрлі әдісті білу, керек орында жоқ әдісті табуда қолынан келу. Мұғалім әдісті көп білуге тырысу керек, оларды өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек деп жазған болатын. Сабақ мақсатына жету үшін кейде дайын әдістері сәйкес келмеген жағдайда өзім шығармашылықпен әдіс ойлап тауып, оны қолданып келемін. Менің тақырыбымның мақсаты оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсатын жүзеге асыру үшін өзім құраған әдіс тәсілдердің тиімділігін іс тәжірибеде зерттеу. Әдіс тәсілдер арқылы білім алушының сабаққа қызығушылығын оятып, білім сапасын арттыру, бала бойында білім білік дағдыларын қалыптастыру және дамыту. Міндеттері: әдіс тәсілдерді баланың жас ерекшелігіне сәйкес іріктеу, сабақ мақсатына оңай әрі жеңіл жету жолын қарастыру. Әдіс тәсілдер арқылы жұмыс түрлері, тапсырмаларды жеке, жұппен, топпен орындатуға ыңғайластыру. Ойлау дағдыларын жүзеге асыруға негіздеу. Әдістерді кез келген аудиторияда, сыныпта қолдана алу мүмкіндігін қарастыру. Тілдің 4 дағдысын қалыптастыруды жолға қою. Жеңілден күрделіге біртіндеп өтуге мүмкіндік беру. Функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Сыни көзқарасты ояту, шығармашылық қабілеттерін ашу және жетілдіру. Идея өзектілігі. Дайын әдіс тәсілдер кейде сабақ мақсатына жетуге сәйкес бола бермейді. Белсенді әдіс тәсілдер бір сабақта тиімді болғанымен, келесі сабақта баланы жалықтыратынын, кейде барлық оқушыны танымдық әрекетке тарта алмайтынын байқаймыз. Осы жағдайда мұғалім шығармашылықпен әдіс ойлап тауып, оны сабағында қолданып көру керек. Әрқашан дайын нәрсені пайдалану, үйренген машықтан шыға алмау мұғалімді жалқаулыққа әкеледі. Идея зерттелді ме? Өзім құраған әдістер іс тәжірибеде зерттелді. Ізденіс, шығармашылық, іс тәжірибені зерттеу арқылы бір сарындылықтан арылып, оқушы белсенділігін оятуға, нәтижеге жетуге болатындығына көз жеткіздім. Қызығушылықтың себебі не? Менің әдіс тәсілдерді құрауға деген қызығушылығымның себебі тіл сабағында тілдің 4 дағдысын қалыптастыруға арналған жүйелі әдістер өте аз. Сондықтан әр сабақта көп ізденуге тура келеді. Дайын әдістер кейде тиімді, кейде тиімсіз болып, баланы қызықтыра алмайды. Табысты, нәтижелі сабақ өтіп, білім сапасын арттырсам, бала мүмкіндіктерін ашып, қызығушылығын оятсам деген ниетпен өз шығармашылығымды сынағым келді. Қазақ тілі сабақ үшін құрастырған әдіс тәсілдерім тілдің 4 дағдысын меңгертуге арналды. Тыңдалым, айтылым дағдысын қалыптастыруға арналған тиімді әдіс тәсілдер. Қысқаша ғылыми жоба әдісі, эстафета әдісі, қармақ әдісі, төреші әдісі, шатасқан шатпақ әдісі, қағып ал әдісі, суретші әдісі, бөлшекті бүтінде әдісі, қамшы әдісі, бұрмалап айту әдісі. Бұл әдіс тәсілдерді қалай қолданамыз? Мысалы, қысқаша ғылыми жоба әдісімен тапсырма орындатуда алдымен тақырыпқа қатысты мәтін тыңдалады. Тыңдалған мәтін негізінде бірінші мәтін мазмұны бойынша тезис құрастырады. Екінші мәтіннің аннотациясын айтады. Үшінші мәтіннің құрылысын талдайды. Төртінші мәтінге пікір білдіреді. Нәтижесінде бала мәтінді мұқият тыңдап, мәтін мазмұнын түсінгенін тезисі, аннотациясы, талдауы және пікірі арқылы көрсетеді. Тыңдалым, айтылым дағдысын қалыптастыруға, дамытуға септігі мол. Бұл әдісті топпен, жұппен немесе жеке орындауға да болады. Ал эстафета әдісін былай қолданамыз. Тақтаға 5-6 бала шақырылады. Тыңдалған шығарманың бірінші жолын мұғалім бастайды да, ортада тұрған баланың біріне орамал тастайды. Сол бала мәтін мазмұнын жалғастырып айтып келеді де,
орамалды тағы бір балаға тастай салады. Кезекті орамал алған бала мазмұнды әрі қарай жалғастырып айтады. Осылайша кезек-кезек айту арқылы шығарма мазмұнын түгел айтып шығады. Айта алмай қалған бала ойыннан шығып, орнына басқа бала шақырылады. Нәтижесінде бала шығарма мазмұнын толық меңгереді, кезектесіп айту арқылы тыңдаушыны жалықтырмайды, еркінде жүйелі сөйлеуге, мұқият тыңдауға дағдыланады. Бірнеше балаға қалыптастырушы баға қоюға мүмкіндік болады. Айтылым, тыңдалым дағдысын қалыптастыруға арналған өзім құраған әдіс-тәсілдердің нәтижесі: бала мәтінді мұқият тыңдайды, мәтін мазмұнын, негізгі ойды толық түсінеді және айтып бере алады, мәтін құрылысын, негізгі қосымша ақпараттарды анықтайды, мәтін мазмұны бойынша оқиғаларды, кейіпкерлерді, оқиға мекенін, мезгілін анықтайды, жүйелі сөйлеуге, өз ойын еркін айтуға, көзқарас пікірін жеткізуге, орфоэпиялық нормаларды сақтап сөйлеуге дағдыланады, шығармашылық қабілеттерін көрсетеді, өзін-өзі жетілдіреді. Осы әдістермен бала топпен де, жұппен де, жеке де жұмыс жасау мүмкіндігіне ие болады. Ал енді өзім құрастырған оқылым, жазылым дағдысын қалыптастыруға арналған мынадай әдіс-тәсілдер бар. Шұрайлы тіл әдісі, редактор әдісі, 6 бөлік әдісі, конструктор әдісі, нүктелі өлең әдісі, сығымдау әдісі, менің формулам әдісі, бөлшектелген эссе әдісі, құрақ көрпе әдісі, жүйрік ой әдісі. Шұрайлы тіл әдісінде оқушылар оқылым мәтініндегі заттар мен құбылыстарды перифраз тәсілі арқылы қайта жазып шығады. Кім қанша сөзді перифраз тәсілімен ауыстырып қолдана алса, жеңімпаз болады. Топқа да, жұпқа да, жеке де орындатуға болады. 6 бөлік әдісінде шеңберді 6 бөлікке бөліп, оқылым мәтіні бойынша білгенім, түсінгенім, тақырыбы, идеясы, мәтіні, стилі мен жанры деген айдарларды жазып шығады. Оқылым және жазылым дағдысы бойынша құрастырылған әдістермен тапсырма орындау арқылы балалар зер салып оқуға, оқығанынан ұққанын, түсінгенін жазба жұмыстары арқылы көрсетеді. Ойлау дағдыларының білу, түсінуден қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сатыларына көтеріле алады. Шығармашылық қабілеттері өсіп, сыни көзқарастар өседі. Сауатты, жүйелі жазуға дағдыланады. Қорытындысында қазақ тілі пәні бойынша тілдің 4 дағдысын, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды қалыптастыруға арнап, өзім құраған әдіс-тәсілдерді барша сынып оқушыларына қолдануға болады. Сабақ мақсатына қол жеткізуге мол мүмкіндік болады. Қазақ тілі мұғалімдерінің барлығы өз іс тәжірибесінде қолдануына ыңғайлы. Сабақта топтық, жұптық, жеке жұмыс түрлерін орындатуға зор мүмкіндік туады. Оқушылар сабақтан жалықпайды, сабаққа қызығушылығы оянады. Ақпараттарды мұқият тыңдап, оқу арқылы дұрыс, жүйелі сөйлеп, сауатты жазуға дағдыланады. Шығармашылық қабілеттері дамиды. Қарапайымнан күрделіге біртіндеп көтерілу арқылы дарынды балалар анықталады. Танымдық білімдер артады. Білім сапасы көтеріледі. Өзім құраған әдіс-тәсілдерді іс тәжірибемде сынау барысында менің білім сапам артты. Сонымен бірге республикалық, облыстық деңгейде олимпиадалардан, ғылыми жобалардан, танымдық сайыстан оқушылар шықты. Яғни мен құраған әдіс-тәсілдер нәтижеге жұмыс жасайды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.